Топпен жұмыс, семантикалық картамен жұмыс. Ал жүйрік тобы. Ал екінші жалын тобы. Ал не сұрақ қойыла деген? Оған? Айзере, не қандай сұрақ қойыла деген? Не ол? Белгіледік па? Тапсырманы біттік па? Ал қайсы топ бірінші оқиды? Кән бірінші топ? Гүлсезім, сенің тобыңнан кім оқиды? Ал Дана. Текемет деген сөзге не деген сұрақ қояды? Ол атау септік. Тегіс бәрін оқы, тапсырмаңды. Қыз деген атау септік. Парта атау септік. Айгүл деген атау септік. Базар деген атау септік. Тамақ деген. Бұларға қандай сұрақ қойылады? Бұларға не, кім деген сұрақ. Және бұл сөздер бастауышта болып келеді екен. Ал сендер тек қана сөздер, атау септікте тұрған сөздеріңді оқып беріңдер. Асқат кім оқиды? Топ басшы? Гүлназ кән. Атау септікте тұрған текемет, дүкен, кітап, сөмке, сурет, жер. Бұларға не деген сұрақ қойылады? Атау септікте тұр. Және де сөйлемде бұлар бастауыш болып келеді екен. Өте жақсы. Ал жүйрік тобы, ана топтың тапсырмаларын қалай бағалайсыңдар? От шашу қыламыз ба? Жоқ. Бұлар. Ал сендер ана топқа от шашумен